Баспасөз маслихатында мамандар жаһандық энергетикалық қауіпсіздік пен энергетикалық ынтымақтастық төңірегінде сөз қозғады. 7-ші Қазэнерджи Еуразиялық форумына үлкен баға берген бүкіл әлемдік мұнай кеңесінің президенті Ренато Бертани еліміздің экономикасы қарқынды дамып келе жатқандығын алға тартып, алдағы атқарылар істерге тоқталды. Энергетика саласын дамытумен айналысатын үлес қосып жүрген компаниялар өкілдері мұндай форумдардың пайдасы мол екендігіне сенімді. Енді мұнай-газ саласына қатысты кезекті конгресс 2014 жылы 15-19 маусым аралығында Мәскеуде өтеді. Ренато Бертанидің пікірінше, Қазақстан 2017 жылы бүкіл әлемдік мұнай конгрессін өткізуге мүмкіндігі бар мемлекет. Біз конгрессті өткізуге бел буған барлық елдің өтініштеріне ерекше мән береміз. Мен Қазақстан 2017 жылы кезекті конгрессті өткізуге толығымен дайын деп айта аламын. Себебі Қазақстан энергетика нарығында ырғақты дамып келе жатқан ел.